Баршаңызға сәлем қыздар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай жазда киетін ажурный беретканың тоқылу жолын үйрететін боламын. Сіздерге ол үшін пряжа керек. Менің таңдаған пряжам Alize Miss. Бұның құрамы 100% мерсеризованный хлопок. Және де 50 грамда 280 метр. Бұл жіптен басының өлшемі 55-тен 60-қа дейінгі размерде тоқылады беретка. Ол үшін мынандай крючок қажет бізге. Бұл крючоктың тонкий жағы 1,5 мм, ал толстый жағы 2 мм болып келеді. Егер сіздерге 55-58-ге дейінгі размер керек болса, мына 1,5 мм жақпен тоқсаңыз болады. Ал егер 60-шы размерге дейін үлкен размер керек болса, ол кезде 2 мм жағымен тоқуға мен сіздерге кеңес беремін. Және мен осындай молочный цветтен, заказым бойынша осындай молочный цветтен сіздерге тоқып көрсететін боламын. Маған 59-60 сантиметрлік бас өлшеміне қажет болғандықтан мен осы 2 мм жағымен тоқимын. Ол үшін бірінші жібімізді осылай бекітіп аламыз. Енді осыған 6 воздушный петля тереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Және бірінші воздушный петляға крючогымызды салып, арасынан осылай жіпті өткізіп, осындай кольцо жасап аламыз. Енді жоғары қарай 3 воздушный петля көтерілеміз. Жіпті шалып алып, осы кольцоның ішіне 15 осындай бағана тоқуымыз қажет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 және 15. Бізде барлығын ең бірінші 3 воздушный петля жоғары көтерілгенмен қосқанда 16 осындай бағана тоқимыз. Және 1, 2, 3 воздушный петляға крючогымызды салып, осылай ұштарын байланыстырамыз. Келесі екінші қатарда тағы да жоғары қарай 3 воздушный петля көтерілеміз. Және тағы да 1 воздушный петля тереміз де жібімізді шалып алып, бірінші қатардағы әрбір бір столбик тұр ғой, мінекей с накидом. Әр столбиктің үстіне осылай тағы да столбик тоқимыз. Тағы да 1 воздушный петля жіпті шалып аламыз. Келесі столбикке де осылай столбик. Осылай 16 столбик тоқимыз. Және араларына 1 воздушный петлядан салып кетеміз. 1 воздушный петля, келесі столбикке осылай 1 столбик. 1 воздушный петля, жіпті шалып аламыз. Келесі столбиктің үстіне столбик с одним накидом. Соңына дейін тоқимыз. Мінекей 16-шы бір столбикті тоқыдым. Тағы да воздушный петля. Ең бірінші көтерілген 3-ші воздушный петляның 3-шісіне крючогымызды салып,
жібімізді осылай байланыстырамыз. Бұл екінші қатар тоқылды. Енді келесі үшінші қатар. Үшінші қатарды бастау үшін біз мынау арочкалар шықты ғой мінекей. Мына ортасында бір воздушный петля салғаннан кейін мінекей мынау ашық болып. Сол жерге біз жібімізді байланыстырып, сол жерден бастап тоқимыз. Ол үшін крючогымызды салып, жіпті алып шығамыз да, осылай арасынан өткізу арқылы біз осы арканың үстіне келдік. Және осы жерден 3 воздушный петля тереміз, тағы да 2 петля. Жібімізді шалып алып, және осы арканың ішіне тағы да бір столбик тоқимыз. Жіпті шалып алып, енді келесі аркаға да осындай өрнек тоқуымыз керек. Ол үшін бір столбик с накидом, 2 воздушная петля, жіпті шалып алып, тағы да осы арканың ішіне бір столбик с одним накидом. Тағы да жіпті шалып аламыз. Келесі аркаға да осылай столбик с одним накидом, 2 воздушные петля, жіпті шалып алып, тағы да осы арканың ішіне тағы да осылай столбик тоқимыз. Әрбір 16 арканың ішіне осындай аша сияқты қылып тоқып шығамыз. Жіпті шалып аламыз. Столбик с одним накидом, 2 воздушная петля, жіпті шалып алып, тағы да осы арканың ішіне столбик с одним накидом. Сонда бір арканың ішіне 2 осындай таяқша тоқылады, және ортасында 2 воздушный петля болады. Жіпті шалып алып, келесі арканың ішіне 2 воздушные, жіпті шалып алып, тағы да осы арканың ішіне столбик с одним накидом. Осылай соңына дейін тоқисыздар. Мінекей. Үшінші қатардың да соңына келіп қалдым. Соңғы арканың ішіне бір столбик с одним накидом, 2 воздушные, жіпті шалып алып, тағы да осы соңғы арканың ішіне тағы да бір столбик с одним накидом, және алғашқы көтерілген үшінші воздушный петлямызды тауып аламыз. Жіпті алып шығып ішінен осылай байланыстырамыз. Бұл үшінші қатар. Және төртінші қатарды бастау үшін тағы да осы арканың ішіне қарай өтеміз. Ол үшін жіпті алып шығып, алдыңғы жіптің арасынан шығарып, осылай аркаға кіреміз. Енді төртінші қатарға 3 воздушный петля көтерілдік. Жібімізді шалып алып, осы арканың ішіне тағы да бір столбик с одним накидом тоқимыз. 2 воздушный петля, жіпті шалып алып, тағы да осы арканың ішіне бір столбик с одним накидом, жіпті шалып алып, тағы да екінші столбик. Сонда мінекей, осындай узор шығады. 2 столбик с одним накидом, 2 воздушный петля, тағы да 2 столбик с одним накидом. Жіпті шалып аламыз. Келесі столбик, келесі арканың ішіне крючогымызды салып, бір столбик с одним накидом. Енді 3 воздушный петля. Жібімізді шалып алып, тағы да осы арканың ішіне екінші столбик с одним накидом. Мінекей. Осылай әрбір арканың ішіне осы өрнекті қайталаймыз. Жібімізді шалып аламыз. Келесі арканың ішіне бастапқыда тоқығандай етіп 2 столбик с одним накидом, 2 воздушная петля, тағы да 2 столбик тоқимыз. Крючогымызды салып, жіпті іліп аламыз. Осылай біреу, екеу, мінекей. Бір столбик, тағы да жіпті шалып алып, екінші столбик, содан кейін 2 воздушные петля, жіпті шалып алып, тағы да осы арканың ішіне бір столбик с одним накидом, жіпті шалып алып, екінші столбик с одним накидом. Енді келесі арканың ішіне жіпті шалып аламыз. Бір столбик с одним накидом, 3 воздушные петля, жіпті шалып алып, екінші столбик с одним накидом.
осылай қайталай береміз. Соңына дейін осылай тоқып шығамыз. Төртінші қатардың соңына келдік. Мінекей соңғы аркаға осылай бір столбик с одним накидом, 3 воздушная петля және бір столбик с одним накидом тоқыдық. Енді алғашқыда көтерілген 3-ші воздушный петлямызды тауып алып, соныменен байланыстырамыз. Бұл бізде 4-ші қатар аяқталды. Енді 5-ші қатарға өту үшін алдыңғы бір столбиктің үстіне жібімізді осылай байланыстырамыз. Және аркаға да осылай жіпті салып, жібімізді байланыстырып, неке арканың ішіне осылай өтеміз. Енді тағы да жоғары қарай 3 воздушный петля көтерілеміз, жіпті шалып алып, және де осы арканың ішіне тағы да бір столбик с одним накидом. 2 воздушный петля, жіпті шалып алып, тағы да осы арканың ішіне бір столбик, жіпті шалып алып, екінші столбик с одним накидом. Енді жіпті шалып аламыз, келесі арканың ішіне де осылай 2 столбик с одним накидом, қатарынан 2 столбик тоқылады. Енді ортасына 3 воздушная петля. Жіпті шалып алып, тағы да осы арканың ішіне бір столбик с одним накидом, жіпті шалып алып, тағы да екінші столбик с одним накидом. Екі узор бір-біріне ұқсайды, тек бірінші аркада 2 воздушный петля ортасында, екіншісінде 3 воздушный петля. Осылай алма-кезек. Келесіде 2 воздушный петля, одан кейінгі аркада 3 воздушный петля болып тоқыла береді. Бұл 5-ші қатар. 5-ші қатардың соңғы аркасына ортасында 3 воздушный петлямен аяқталды. Енді бастапқы көтерілген 3-ші воздушный петлямды тауып, сонымен осылай байланыстырамыз. Бұл 5-ші қатар. Енді 6-ші қатарда да арканың ішінен басталу үшін осылай жіпті байланыстыру арқылы аркаға қарай өтеміз. 2 рет байланыстырамыз. Енді осы жерден жоғары қарай тағы да 3 воздушный петля көтерілеміз. Жіпті шалып алып, осы арканың ішіне тағы да бір столбик с одним накидом. Алдыңғы қатарларда тоқылған сияқты. Ортасына 2 воздушный петля, жіпті шалып алып, тағы да 2 столбик с одним накидом тоқылады. Осы арканың ішіне. Енді 2 воздушный петля тереміз, жіпті шалып алып, келесі ортасында 3 воздушный петля тоқылған арканың ішіне 5 столбик тоқимыз. Осындай 5 таяқша тоқимыз. Жіпті шалып алып, екінші, жіпті шалып алып, үшінші, осылай 5 тоқимыз. Неке, 5 таяқша тоқылды. Енді тағы да 2 воздушная петля, жіпті шалып аламыз. Келесі арканың ішіне бастапқыда тоқығандай тоқимыз. Бір столбик, жіпті шалып алып, екінші столбик с одним накидом, 2 воздушная петля, жіпті шалып алып, тағы да осы жерге 2 столбик с одним накидом. Енді 2 воздушная петля, жіпті шалып аламыз. Келесі арканың ішіне 5 столбик с одним накидом, 5 таяқша, сияқты 5 таяқшаны тоқимыз. 3 болды, 4 болды, жіпті шалып алып, 5 болды. Енді 2 воздушная петля, және ары қарай осы өрнек қайталана береді. 2 столбик с одним накидом, 2 воздушная петля, 2 столбик с одним накидом, 2 воздушная петля орталарында, және де осылай 5 столбик, 5 таяқша. Одан кейін 2 воздушная петля и узор қайтадан қайталана береді. Осылай соңына дейін 6-ші қатарды тоқисыздар.
Неге соңғы аркаға келдім. Бұл жерге 5 таяқша тоқылады. 1, 2, 3, 4, және 5-шісі. Енді 2 воздушный петля тереміз. Және алғашқы көтерілген 3-ші воздушный петлямызды тауып, сол жерге байланыстырамыз. Және де келесі қатарға өту үшін, бұл 6-ші қатарды аяқтадық. Енді 7-ші қатарға өту үшін мына арканың ішіне өтіп аламыз. Ол үшін осының алдындағы таяқшаның үстіне крючогымызды салып, осылай бір байланыстырамыз. Және келесі аркаға крючогымызды салып, сол жерге осылай бір байланыстырамыз. Біз арканың ішіне өттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6-ші қатар аяқталды. 7-ші қатарда жоғары қарай 3 воздушный петля көтерілеміз. Мына алдыңғы қатардағыдай осы узор тағы да қайталап тоқылады. 1 столбик с одним накидом, 2 воздушная петля, жіпті шалып алып, тағы да осы арканың ішіне 2 столбик тоқимыз қатарынан. Енді 2 воздушная петля, жіпті шалып аламыз. Мына жерде бізде 5 таяқша тоқылды. Бұл қатарда да осы 5 таяқшаның үстіне 5 таяқша тоқылады. Бірақ әрқайсының ортасына бір воздушный петлядан саламыз. Жіпті шалып алдық. Бірінші таяқшаның үстіне крючогымызды салып, бұл жерге де осылай дәл сондай бір таяқша тоқылады. 1 воздушная петля, жіпті шалып алып, екінші столбиктің үстіне дәл осындай столбик тоқылады. Тағы да 1 воздушная петля, жіпті шалып аламыз. Келесі столбиктің үстіне дәл сондай бір столбик. Тек айырмашылығы ортасында 1 воздушный петлядан түседі. Тағы да 1 воздушная петля. Келесі 1 столбик. Тағы да 1 воздушная петля, жіпті шалып аламыз. Неге соңғы таяқшаның үстіне дәл осындай бір таяқша тоқылды. Енді 2 воздушная петля, жіпті шалып аламыз. Келесі аркаға бастапқыда тоқылғандағыдай узорды қайталап тоқимыз. Мына узор мына жерде қайталанады. Одан кейін тағы да 2 воздушная петля, жіпті шалып аламыз. Келесі 5 столбиктің үстіне тағы да мынау секілді қылып 5 столбик тоқылады, но орталарына 1 воздушный петлядан. Жіпті шалып алдық. Бірінші столбиктің үстіне крючогымызды салып, осылай 1 столбик тоқыдық с одним накидом. Ортасында 1 воздушный петля, тағы да жіпті шалып алып, келесі столбиктің үстіне дәл осындай 1 столбик. Неге 1 воздушная петля, жіпті шалып алдық, келесі столбиктің үстіне де осылай 1 столбик, 1 воздушная петля, жіпті шалып алдық, келесі соңғы столбиктің үстіне осылай 1 столбик. Осы узор қайталана береді. Надан кейін 2 воздушный петля, сосын надан бастап қайтадан на 2 узор қайталанып отырады. Соңына дейін 7-ші қатарды соңына дейін тоқимыз. Неге 7-ші қатардың соңына келдім. Неге 5 таяқшаны тоқыдым. Араларына 1 воздушный петлядан салып, енді 2 воздушный петля тоқимын. Және алғашқыда көтерілген 3-ші воздушный петлямды тауып алып, сол жерге байланыстырамын. Енді 8-ші қатар тоқу үшін біздің аркаға өтуіміз керек. Ол үшін неге алдындағыдай осылай байланыстыру арқылы аркаға өтіп аламыз. Және осы жерден 3 воздушный петля жоғары қарай көтерілеміз. Жіпті шалып алып,
осы арканың ішіне тағы да бір воздушный петля тоқимыз. 2 воздушный петля деппін ғой. Бір столбик тоқимыз накидым, және 2 воздушный петля жіпті шалып алып, тағы да осы арканың ішіне 2 столбик, осындай таяқша с одним накидом столбик тоқимыз, және тағы да 2 воздушный петля, тағы да осы арканың ішіне 3-ші осылай 2 столбик с одним накидом тоқимыз. Неке. Бізде сонда бір арканың ішінен неке 2 арка шықты. Енді 2 воздушная петля. Алдыңғы тоқылған 5 таяқшаның орталарында неке кішкентай осындай аркалар пайда болды. Бірінші арканың ішіне крючогымызды саламыз, жіпті шалып алып, осы екеуін осылай бір тоқимыз. Енді 3 воздушная петля. Келесі арканың ішіне де крючогымызды салып, осылай екеуін бір тоқимыз. Тағы да 3 воздушная петля. Келесі арканың ішіне крючогымызды салып, жіпті алып шығамыз, осы екеуін осылай бір тоқимыз. Тағы да 3 воздушная петля. Неке соңғы арканың ішіне жібімізді салып, неке 2 жіп болды, осы екеуін осылай бір тоқимыз. Неке үстінен 3 осындай кішкентай аркалар шықты. Неке. Енді тағы да 2 воздушный петля. Жіпті шалып аламыз, келесі арканың ішіне бір столбик с одним накидом, тағы да жіпті шалып алып, екінші столбик с одним накидом, 2 воздушная петля, тағы да жіпті шалып алып, осы арканың ішіне тағы да 2 столбик с одним накидом, осылай қатарынан тоқимыз. Тағы да 2 воздушная петля, жіпті шалып алып, осы арканың ішіне тағы да 3-ші осылай 2 столбик с одним накидом тоқимыз. 2 столбик, 2 воздушная петля, 2 столбик, 2 воздушная петля, және 2 столбик. Алғашқыда тоқылғандай өрнек мына жерде қайталанды. Енді 2 воздушная петля. Жаңағы көрсеткенімдей, әрбір арканың ішіне крючогымызды, бірінші аркаға крючогымды салып, жіпті алып шықтым, және осы екеуін осылай бірге тоқыдым. Енді 3 воздушный петля. Келесі арканың ішіне крючогымды салып, алып шығамын, осы жіпті екеуін бірге тоқимын. Тағы да 3 воздушный петля. Келесі арканың ішіне крючогымды салып, жіпті алып шығып, осы екеуін тағы да бір тоқимын. Тағы да 3 воздушный петля. Соңғы арканың ішіне крючогымды салып, осылай бір тоқимын. Неке. Осындай 3 доғалы шықты. Осы узорды соңына дейін қайталаймыз. Неке 8-ші қатардың соңына келдім. Неке соңында мынандай 3 кішкентай арочкалар тоқыдым. Енді 2 воздушный петля. Бастапқыда көтерілген 3-ші воздушный петлямды тауып алып, сол жерге байланыстырамын. Неке. Енді келесі 9-ші қатар осы аркадан басталады. Ол үшін осылай байланыстыру арқылы біз аркаға қарай өтіп аламыз. Енді 3 воздушный петля жоғары көтерілеміз. Жіпті шалып алып, осы арканың ішіне тағы да бір столбик тоқимыз с одним накидом. 2 воздушная петля. Жіпті шалып алып, тағы да осы арканың ішіне 2 столбик с одним накидом. Неке тоқылды. Енді 2 воздушный петля тереміз. Жіпті шалып алып, келесі арканың ішіне де осы өрнекті қайталаймыз. Бір столбик с одним накидом, жіпті шалып аламыз, екінші столбик с одним накидом,
2 воздушная петля, жіпті шалып алып, тағы да осы арканың ішіне 2 столбик с одним накидом. 2. Ана жақта бір арка, ана жақта бір арка. Енді 2 воздушная петля. 3 кішкентай арочкалардың ішіне бірінші осындай ортасы ашық, сол жерге крючогымызды салып, жіпті шалып алып шығамыз да, осы екеуін осылай бір тоқимыз. 3 воздушная петля. Келесі екіншіге крючокты салып, жіпті осылай алып шығып, осы екеуін осылай бір тоқимыз. Тағы да 3 воздушная петля. Неге соңғы кішкентай арка қалды, соның ішіне крючогымызды салып, осылай бір тоқимыз. Енді тағы да 2 воздушная петля. Келесі мына бастапқыда тоқылған узор қайтадан осылай қайталанады. Жіпті шалып аламыз, бірінші арканың ішіне бір столбик жіпті шалып алып, екінші столбик, 2 воздушная петля, жіпті шалып аламыз, тағы да осы арканың ішіне 2 столбик с одним накидом. 2. Енді 2 воздушная петля, жіпті шалып аламыз, келесі арка тұр ғой, соның ішіне де осы өрнекті қайталаймыз. 1 столбик с одним накидом, жіпті шалып алдық, екінші столбик с одним накидом, 2 воздушная петля, тағы да жіпті шалып алып, осы арканың ішіне тағы да 2 столбик с одним накидом қатарынан тоқимыз. Енді 2 воздушная петля, 3 кішкентай арочкалардың әрқайсысына осылай жіпті байланыстырып, 3 воздушная петля, келесі арканың ішіне крючогымызды салып, жіпті шалып алып шығамыз да, осылай екеуін бір тоқимыз. Тағы да 3 воздушная петля, жіпті шалмаймыз, арканың ішіне крючогымызды салып, жіпті іліп алып шығамыз да, осы екеуін осылай бір тоқып байланыстырамыз. Алғашқыда мінекей 3 маленький арка еді, оның үстіне енді 2 маленький арка болды. Осы жерде 2 воздушная петля, және де біздің 9-шы қатардағы узорымыз қайталанады. 2 аркаға осылай бірдей етіп 2 столбик с одним накидом, 2 воздушная петля, 2 столбик с одним накидом, екеуінің ортасында тағы да 2 воздушная петля, келесі аркаға мына узор қайталанады. 2 воздушная петля и мынандай арочкаларды әрқайсының үстіне тоқу арқылы 9-шы қатарды да осылай тоқимыз. 9-шы қатардың соңына келдім. Осы жерде 2 воздушный петля теріп, мына 3-ші көтерілген воздушный петляны тауып алып, сол жерге байланыстырамыз. Енді 10-шы қатар. 10-шы қатар тоқу үшін мына аркаға өтіп алуымыз қажет. Ол үшін алдыңғы столбиктің үстінен крючогымызды салып, осылай арасынан өткізіп, енді арканың ішінен крючогымызды салып, жіпті алып шығып, осы жіптің арасынан өткізіп, арканың ішіне өтіп аламыз. Жоғары қарай 3 воздушный петля. Жіпті шалып алып, осы арканың ішіне тағы да бір столбик с накидом, 2 воздушная петля, жіпті шалып аламыз, тағы да осы арканың ішіне 2 столбик с одним накидом. 2. Енді 2 воздушная петля, жіпті шалып аламыз. Мына 2 арканың ортасында осындай бос орын бар. Сол жерге крючогымызды салып, 1 столбик с одним накидом. Жіпті шалып алып, тағы да осы жерге 2 столбик с одним накидом. Енді 4 воздушная петля. Жіпті шалып аламыз, тағы да осы арканың ішіне 2 столбик с одним накидом. 1 столбик, жіпті шалып алдым, 2 столбик. 2 воздушная петля. Жіпті шалып аламыз. Енді мына
үшінші аркаға алғашқы узорды қайталаймыз. Бірінші узорды бір столбик тоқыдым, жіпті шалып алдым, екінші столбик, енді 2 воздушный петля, жіпті шалып алып, тағы да осы арканың ішіне 2 столбик с одним накидом. 2. Біріншісінің ортасында 2 воздушный петля, бос орынға тоқылған ортасында 4 воздушный петля, және соңғының ортасында 2 воздушный петля. 2 воздушный петля. Енді мына 2 арочка тұр, осы жерге біріншісіне крючогымызды салып, жіпті шалып алып шығамыз да, осылай бір тоқимыз. 3 воздушный петля. Енді екінші арочканың ішіне крючогымызды салып, осылай бір тоқимыз. 2 воздушный петля, жіпті шалып аламыз. Бірінші аркаға осы узорды қайталаймыз. 2 столбик с одним накидом, 2 воздушный петля, жіпті шалып алып, тағы да осы арканың ішіне 2 столбик тоқимыз. 2 воздушный петля, жіпті шалып аламыз. Мына ортасындағы бос орынға енді тағы да 2 столбик с одним накидом. Енді 4 воздушный петля ортасында жіпті шалып аламыз. Тағы да осы жерге 2 столбик с одним накидом. 2 воздушный петля, жіпті шалып аламыз. Мына үшінші аркаға да осы узорды қайталаймыз. Тек ортасында 2 воздушный петля болады. 2 воздушный петля, жіпті шалып аламыз. Тағы да осы жерге 2 осындай столбик с накидом, 2 таяқша тоқылды. Енді 2 воздушный петля, на 2 кішкентай арочканың біріншісіне крючокты салып, осылай бір тоқимыз да, 3 воздушный петля, соңғы аркаға жіпті алып шығып, осылай бір тоқимыз. Және осы узор қайталанады. Қайтадан 10-шы қатарды соңына дейін осылай тоқимыз. 10-шы қатардың соңына келдім. 2 воздушный петля тердім, және бастапқыда көтерілген 3-ші воздушный петляма байланыстырамын. Енді 11-ші қатар. Ол үшін аркаға өтіп аламыз. Алдыңғы қатардағылардай осылай столбиктің үстіндегі петлядан аркаға қарай өтеміз. Осы жерден 3 воздушный петля жоғары көтерілеміз, жіпті шалып алып, осы төмендегі узорды қайталаймыз. 2 воздушный петля, жіпті шалып алып, осы арканың ішіне тағы да 2 столбик с одним накидом. Бір накидпенен 2 столбик тоқыдық. Енді 1 воздушный петля, және алдындағы екінші арка төбесінде 4 воздушный петля тоқылған аркаға біз 11 таяқша тоқимыз. Ол үшін бұлай жіпті 2 рет шалып аламыз. Және де 1 столбик с 2 накидами. 2 шалмаменен 1 столбик тоқимыз. 2, біреу, екеу, және соңғы екеуін бір тоқимыз. Осындай столбиктан біз 11-ін тоқимыз. Тағы да 2 рет шаламыз жіпті осылай. Осы аркаға салып, екеуін бір тоқимыз. Келесі екеуін осылай бір тоқимыз, және соңғы екеуін осылай 3 рет жіпті арасынан өткізіп шығарамыз. Бұл орысшалап айтқанда 1 столбик с 2 накидами. Тағы да осылай 11 рет тоқимыз. Тағы да осы аркаға салып, екеуін бір тоқимыз. Келесі екеуін бір тоқимыз, және соңғы екеуін бір тоқимыз. 3 болды. 4,
бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10 и 11. 11 столбик тоқыдық. 2 накидпенен 1 воздушный петля. Жіпті шалып аламыз. На соңғы аркаға дәл осындай узор тоқимыз. Бір столбик, жіпті шалып алып, екінші столбик, 2 воздушный петля, жіпті шалып алып, тағы да осындай 2 столбик тоқимыз. Енді 2 воздушный петля. Мына жерде бір арка қалды ортасында. Сол жерге крючокты салып, жіпті алып шығамыз да, осылай екеуін бір тоқимыз. Тағы да 2 воздушный петля. Енді мына келесі аркаға жіпті шалып алып, осы узорды қайталаймыз. 2 воздушный петля, жіпті шалып алып, тағы да осы аркаға 2 столбик с одним накидом. Бір накидпенен 2 столбик тоқыдық. Енді 1 воздушный петля, тағы да мына ортасына 11 мынандай столбик тоқимыз. 2 накидпенен 11 столбик. Ол үшін 2 рет накид жасаймыз. 2 рет жіп шалып аламыз да, осы ортасына екеуін бір тоқимыз, екеуін бір тоқимыз, және соңғы екеуін бір тоқимыз. Бір столбик 2 накидпенен. 2 накид, тағы да осы аркаға салып, 1, 2, 3, екеу, тағы да 2 рет шалып аламыз. Біреу, екеу, үшеу. 3 столбик болды, тағы да 2 рет шалып аламыз. Осы жерге тағы да екеуін бір тоқимыз, екеуін бір тоқимыз, на екеуін тағы бір тоқимыз. 4 накид, 4 столбик, тағы да 5 столбик, алтау, жетеу, 8, 9, 10 және 11. Енді ары қарай қайталаймыз. Осы узорды соңына дейін қайталаймыз. Бір воздушный петля, келесі аркаға дәл осы узорды тоқимыз. Одан соң 2 воздушный петля, бір арочкаға крючокты салып, екеуін бір тоқып, тағы да 2 воздушный петля, и мына арочкаға әрмен қарай осы узор қайталап кете береді, басынан бастап. 11-ші қатардың соңына келдім. 2 воздушный петля. Енді бастапқыда терген 3-ші воздушный петляның жоғарғы 3-ші петлясына осылай байланыстырамыз. Енді 12-ші қатарды тоқу үшін мына арочкаға тағы да өтіп алуымыз қажет. Ол үшін алдындағы столбиктің үстінен крючокты салып, жіпті шалып алып шығып, осылай байланыстырамыз. Келесі аркаға да осылай байланыстырамыз. Енді 3 воздушный петля. Жоғары көтерілеміз. Бұл бір столбиктің есебінде. Енді жіпті шалып алып, осы аркаға тағы да бір столбик. Бір накидпенен бір столбик тоқыдық. 2 воздушный петля. Жіпті шалып алып, тағы да осы аркаға 2 столбик тоқимыз. Бір-бірлеп неке. Енді бір столбик. 2 рет жіпті шалып аламыз. Осы алдыңғы қатардағы бір столбиктің үстіне дәл осындай 2 накидпенен бір столбик тоқимыз. Енді бір воздушная петля. Тағы да 2 рет шалып аламыз. Екінші столбиктің үстіне тағы да осындай столбик 2 накидпен тоқимыз. Тағы да бір воздушная петля. Осылай
әр столбиктің үстіне бір столбик с двумя накидами тоқылады, және олардың араларына бір воздушный петля түседі. Осылай біз 11 столбик с двумя накидами тоқуымыз қажет. Бір воздушная петля, екі рет орап аламыз. Келесі столбиктің үстіне осылай столбик тоқылады. Екі рет орап аламыз. Келесі столбиктен жіпті шығарып, біреу, екеу, үшеу. Бір воздушная петля, екі рет орап аламыз. Келесі столбикке де осылай екі накидпенен столбик тоқылады. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11. Бір воздушная петля, жіпті шалып аламыз. Келесі аркаға дәл осындай узор тоқимыз. Бір столбик, бір накидпенен жіпті шалып алып, екінші столбик, екі воздушная петля, жіпті шалып алып, тағы да осындай екі столбик қатарынан тоқылады. Енді бір воздушная петля. Келесі жағында да осындай арка бар. Енді бірден соған жіпті шалып алып, сол аркаға да осы узорды қайталаймыз. Екі воздушная петля, жіпті шалып алып, тағы да осы жерге екі столбик тоқимыз. Енді бір воздушная петля. Жаңағы тоқыған өрнегімізді мына жерге де қайталаймыз. Екі рет жіпті шалып аламыз. Бірінші столбиктің үстіне дәл осындай столбик тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Бір воздушная петля, тағы да екі жіпті шалып алып, келесі столбиктің үстіне де осылай столбик тоқимыз. Тек айырмашылығы араларына бір воздушный петлядан түсіп отырады. Воздушная петля, столбик, екі накидпенен, бір воздушная петля, екі рет шалып аламыз, и осы жерге столбик с двумя накидами. Жіпті воздушная петля аламыз, екі рет орап аламыз жіпті, и келесі столбиктің үстіне тағы да осындай столбик тоқимыз. Воздушная петля, екі рет орап шығамыз, және келесі столбиктің үстінде осындай столбик тоқылады. Бір воздушная петля. Осылай узорымыз қайталана береді. Мына жерге осындай арка тоқылады. Бір воздушная петля, келесі аркаға да арка тоқылады. Бір воздушная петля, дальше 11 столбик с двумя накидами. Араларына бір воздушный петлядан салынып, осы узор қайталанады. 12-ші қатарды да тоқып болдым. Соңында бір воздушный петля, және алғашында көтерілген осындай 3-ші воздушный петляға байланыстырамыз. 13-ші қатарды бастау үшін мына арочкаға өтіп аламыз. Енді 3 воздушная петля. Шалып аламыз. Осы аркаға тағы да бір столбик с одним накидом, 2 воздушная петля, жіпті шалып, тағы да осы аркаға 2 столбик с одним накидом. Енді 2 воздушная петля тоқимыз. 11 таяқшаның ортасына крючогымызды осылай саламыз. Жіпті шалып алып шығып, осы екеуін бір тоқимыз. 3 воздушная петля. Келесі
арканың ішіне крючогымызды салып, осылай бір тоқимыз. Тағы да 3 воздушный петля. Келесі екі таяқшаның ортасына крючокты салып, осылай бір тоқимыз. Осылай соңына дейін қайталаймыз. Мына жерге дейін. 3 воздушный петля. Келесі таяқшаның ортасына жібімізді алып шығып, осылай бір тоқимыз. 3 воздушный. Келесі таяқшадан жіпті алып шығып, осылай бір тоқимыз. Тағы да. Неге? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 осындай арочкалар тоқылды. Кішкентай. Енді 2 воздушный петля. Келесі осы аркаға дәл осындай узор қайталаймыз. Екі воздушный, жіпті шалып алып, тағы да осы арканың ішіне 2 столбик тоқылады. Жіпті шалып алып, келесі осы аркаға да дәл осындай узор тоқимыз. 1 столбик, жіпті шалып алып, екінші столбик, 2 воздушная, жіпті шалып алып, тағы да осы аркаға 2 столбик с одним накидом. Енді алдыңғы узорымыз қайтадан қайталанады. Мына 11 таяқшаның әрқайсының ортасына байланыстырып, осындай 3 воздушный петляменен арочкалар тоқылады. 2 воздушная. Бірінші мен екінші таяқшаның ортасына крючокты салып, жіпті шалып алып шығамызда, осы екеуін бір тоқимыз. Енді 3 воздушный петля. Келесі таяқшаның ортасынан шығарып, осылай бір тоқимыз. Осылай узор қайталанып кете береді. Мінекей 13-ші қатардың соңына келдім. 3-ші воздушный петляменен біріктіремін. Енді 14-ші қатарды тоқу үшін мына арочкаға өтеміз. Алдыңғы қатарларда өткен сияқты арочкаға өтіп аламыз. Осы жерден 14-ші қатарды бастаймыз. 3 воздушный петля. Жіпті шалып алып, осы жерге тағы да 1 столбик тоқимыз. 2 воздушный петля. Жіпті іліп алып, тағы осы арочкаға 2 столбик тоқимыз. Енді 2 воздушный петля. Мына біріншісіне крючогымызды салып, жіпті іліп алып шығамыз да, осылай бір тоқимыз. Енді 3 воздушный петля. Келесі арочкаға крючогымызды салып, осылай бір тоқимыз. Осылай соңына дейін. 3 воздушный петля. Келесі арочкамен осылай байланыстырамыз. 1 столбикпенен 3 воздушный петля. Келесі арочкаға осылай байланыстырамыз. Тағы да 3 воздушный петля. Столбикпен тоқыдық. 3 воздушный петля. Келесі арочкаға осылай байланыстырып тоқимыз. Тағы да 3 воздушный. Үш воздушный. Келесі арочкаға столбик без накида. 3 воздушный. Соңғы арочкаға осылай столбик без накида. Енді 2 воздушный петля. Келесі 2 осындай аша сияқты арочканы дәл осылай тоқимыз.
Біріншісіне крючогымызды салып, бір столбик, жіпті іліп алып, екінші столбик, 2 воздушная петля, жіпті іліп аламыз, тағы да 2 столбик қатарынан. Енді жіпті іліп алып, келесі ашағада осындай узор тоқимыз. 2 столбик, 2 воздушный, жіпті іліп алып, тағы да осы арочкаға 2 столбик тоқимыз. Ары қарай тағы да 2 воздушный, және осыларға алдыңғы узорда тоқығандай етіп, бір-бір арочкаға осылай тағы да арочкалар тоқып шығамыз. Үш воздушный, келесі арочкадан жіпті іліп алып шығып, осылай столбикпен байланыстырамыз. Тағы да 3 воздушный, осылай узорымыз қайталанып тоқылады. Неге мен 14-ші қатарды аяқтадым. Енді 3-ші жоғарғы воздушный петляға байланыстырамын. Енді 15-ші қатар. 15-ші қатарды бастау үшін мына аркаға өтіп аламыз. Алдыңғы қатардағылар сияқты осылай крючогымызды салып, жіптің арасынан өткізу арқылы осылай аркаға өтіп алдық. Енді осы жерден 3 воздушный петля. Жіпті шалып аламыз. Осы аркаға тағы да бір столбик с одним накидом, 2 воздушный петля, жіпті орап алып, тағы да осы аркаға 2 столбик тоқимыз. Енді 3 воздушная петля. Енді әрбір аркаға алдыңғы қатардағы сияқты осындай аркалар тоқимыз. Бірінші аркадан крючогымыздан жіптен іліп алып шығып, осылай столбик без накида, 3 воздушный, келесі аркаға крючогымызды салып, столбик без накида, 3 воздушный, келесі аркаға 3 воздушный, келесі аркаға осылай столбик тоқимыз. Осылай соңғы аркаға дейін столбик без накидамен тоқып, ортасында 3 воздушный петля болады. Тоқып бітірдік. Енді 3 воздушный, 1, 2, 3. Келесі мынау аркаға дәл осындай узормен тоқып шығамыз. 1 столбик, екінші столбик, 2 воздушный, жіпті іліп алып, тағы да осы аркаға 2 столбик тоқимыз. Енді 1 воздушный, тағы да жіпті іліп алып, келесі аркаға дәл осындай узор тоқимыз. 1 столбик, екінші столбик, 2 воздушный, жіпті іліп алып, тағы да осы аркаға 2 столбик. 2. Бізде бұл қатардың айырмашылығы алдыңғы қатардан. Мына арка менен, мына маленький аркалар менен, мына 2 узордың ортасында 3 воздушный петля, и мына 2 арканың ортасында 1 воздушный петля. Ал қалғандары алдыңғы қатарға ұқсайды. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. 15-ші қатардың соңына келдім. 1 воздушный петля, және 3-ші бастапқы бастаған жердегі 3-ші воздушный, жоғарғы жағындағы 3-ші воздушный петляға осылай байланыстырамыз. Енді 16-ші қатарды бастау үшін мына аркаға өтіп аламыз.
3 воздушный петля. Жіпті шалып аламыз. Осы аркаға тағы да 1 столбик, 2 воздушный. Жіпті шалып аламыз да тағы да 2 столбик тоқимыз. Енді 3 воздушный. Алдыңғы қатардағыдай әрбір аркаға 1 столбикпенен байланыстырып, ортасында 3 воздушный петля. Солай қайталанады. 3 воздушный. Келесі аркаға 1 столбик без накида. 3 воздушный. Келесі аркаға 1 столбик. Үш воздушный. Келесі аркаға 1 столбик. Енді тағы да 3 воздушный. Шалып аламыз жібімізді. Келесі узорымызға дәл осындай узор тоқимыз. 2 столбик с одним накидом, 2 воздушный, жіпті шалып алып, тағы да 2 столбик, 1 накидпенен 2 столбик тоқылады. Енді 3 воздушный тереміз, жібімізді шалып алып, келесі на аркаға дәл осындай узор тоқимыз. 2 столбик с одним накидом, 2 воздушный, жіпті шалып алып, тағы да 2 столбик с одним накидом. Алдыңғы қатардан айырмашылығы, мына жерде екеуінің ортасында 3 воздушный петля. Тағы да 3 воздушный петля тоқимыз, және мына узорымызды қайталап тоқимыз. Мына алдыңғы қатардағыдай қайталанады. Узор соңына дейін. Осылай 16-шы қатарда соңына дейін тоқып шығамыз. 16-шы қатардың соңына келдім. 3 воздушный петля. Және бастаған жерімізге жоғарғы жағындағы 3-ші воздушныйға осылай байланыстырамын. Енді 17-ші қатар тоқу үшін аркаға өтемін. Осылай байланыстыру арқылы аркаға өтеміз. Және осы жерден 3 воздушный петля. Дәл осы узорды қайталаймыз. 1 столбик с накидом, 2 воздушная петля, жіпті шалып алып, тағы да осы аркаға 2 столбик с одним накидом. Енді 4 воздушная петля. Мына жерде алдыңғы қатардағы сияқты әрбір аркаға столбик без накидамен тоқимыз да 3 воздушный. Келесі аркаға столбик без накида. 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 3 воздушный. Келесі аркаға тағы да столбик без накида. 4 воздушный. Жіпті шалып аламыз. Мына жерге дәл осындай узор тоқылады. Столбик с одним накидом. Тағы да жіпті орап алып, осы жерге тағы да 1 столбик тоқимыз. 1 накидкаменен 2 воздушный. Жіпті орап аламыз. Тағы да 2 столбик с одним накидом. Жіпті орап аламыз. Енді мына ортасындағы ашық жерге де дәл осы узорды тоқимыз. 1 столбик
бір накидпен жіпті шалып алып, осы жерге тағы да екінші столбик, 2 воздушный, жіпті шалып алып, осы жерге тағы да 2 столбик, бір накидпенен жіпті шалып аламыз. Енді мына үшінші узорға дәл осындай узорды қайталаймыз. Бір столбик с накидом, екінші столбик с накидом, 2 воздушный, жіпті шалып аламыз. Осы жерге тағы да 2 столбик с одним накидом. 4 воздушный. Және ары қарай біздің узорымыз қайталанып тоқылады. Соңына дейін. 17-ші қатардың соңына келдім. Енді бастапқы бастаған 3-ші воздушный петляға байланыстырамын. Енді 18-ші қатарды тоқу үшін алдыңғы қатардағыдай аркаға өтеміз. Осы жерден 3 воздушный петля жоғары көтерілеміз. Және осы узорды қайталап тоқимыз. Бір столбик с накидом, 2 воздушный, жіпті шалып аламыз. Және осы аркаға тағы да 2 столбик с одним накидом. Енді 4 воздушный. 4 воздушный петля. 1, 2, 3, 4. Мына кішкентай арочкаларға алдыңғы қатардағы сияқты әрбір арочкаға бір столбиктен байланыстырып, ортасына 3 воздушный петляменен тоқып шығамыз. Бір столбик без накида, 3 воздушный, келесі аркаға бір столбик без накида, 3 воздушный, бір столбик без накида, 3 воздушный, бір столбик без накида, 3 воздушный, және соңғы аркаға бір столбик без накида. Бұл қатарда 1, 2, 3, 4 арка шықты кішкентай. Енді 4 воздушный петля. Келесі мынау узорды қайталаймыз. Жіпті шалып алып, осы жерге 2 петля с одним накидом. 2 воздушные петля. Жіпті шалып алып, тағы да осы жерге 2 столбик с одним накидом. 2 воздушный. Жіпті шалып алып, мына ортаңғы элементке де дәл осындай узор тоқимыз. Бір столбик с одним накидом, екінші столбик, 2 воздушная, жіпті шалып алып, осы аркаға тағы да 2 столбик с одним накидом. 2 воздушный, жіпті шалып аламыз. Келесі элементке тағы да дәл осындай элемент тоқимыз. 2 столбик с одним накидом, 2 воздушный, жіпті шалып аламыз. Және тағы да 2 столбик с одним накидом. Енді 4 воздушный. Алдында бас жағында тоқығандай етіп, әрбір аркаға бір столбик без накидадан байланыстырып, ортасына 3 воздушный петляменен осы узорды қайталап тоқимыз. 18-ші қатар соңына келдім. 2 воздушный петля. Енді бастапқы басталған жердегі жоғарғы жағындағы 3-ші петляға байланыстырамын. Енді 19-ші қатар ол үшін аркаға қарай өтіп аламыз. 3 воздушный петля көтерілеміз. Жіпті шалып алып, осы узорды қайталап тоқимыз. Бір столбик накидпенен, 2 воздушный петля,
жіпті шалып алып, тағы да осы аркаға 2 столбик с накидом. 4 воздушный. Енді мына аркаларға тағы да алдыңғы қатардағыдай тоқимыз. Бірінші аркаға крючогымызды салып, 1 столбик без накида, 3 воздушный. Келесі аркаға да столбик без накидамен бекітеміз. 3 воздушный. Келесі аркаға столбик без накида. 3 воздушный. Келесі аркаға столбик без накида. 3 арка болды. Әр қатарда мына аркалардың саны 1 аркаға азайып келеді. 4 воздушная петля. Жіпті шалып аламыз. Мына жерде осы узорды қайталап тоқимыз. 1 столбик, 1 накидпен 1 столбик. Жіпті орап алып, осы жерге тағы да екінші столбик с накидом, 2 воздушная. Жіпті шалып алып, тағы да осы жерге 2 столбик с одним накидом. Енді 3 воздушный петля. Жіпті шалып аламыз. Мына ортаңғы элементке 2 столбик с накидом тоқимыз. Енді 4 воздушный петля. Жіпті іліп алып, тағы да осы аркаға 2 столбик с накидом. Енді 3 воздушный петля. Әрі қарай келесі элементке де тоқып, осы узорды соңына дейін тоқып шығамыз. Ең бірінші терілген 3 воздушный петляның ең үстіңгі 3-ші петлясына осылай байланыстырамыз. 19-ші қатар аяқталды. Енді 20-ші қатарға көшу үшін бірінші аркаға дейін осылай жіптерді байланыстыру арқылы 3 воздушный петля көтерілеміз. Жіпті шалып алып, осы жерге 1 столбик с накидом. 2 воздушная петля. Жіпті орап алып, тағы да осы аркаға 2 столбик с накидом. Тоқимыз. Тағы да 2 воздушная петля. Жіпті шалып алып, тағы да осы аркаға үшінші рет 2 столбик с одним накидом. Біз бұны алдыңғы жақтарда тоқыған болатынбыз, осы узорды. Енді 4 воздушный. Әрбір аркаға осылай столбик без накида. Бірінші аркаға тоқимыз, 3 воздушный. Келесі аркаға столбик без накида. 3 воздушный. Келесі аркаға столбик без накида. 4 воздушный. Келесі мына элементке мына басында тоққандай етіп 2 столбик с одним накидом, 2 воздушный, тағы да 2 столбик 1 накидпенен, тағы 2 воздушный, соңынан тағы да 2 столбик 1 накидпенен 3 рет тоқимыз. Екі столбик 1 накидпен, 2 воздушный, жіпті шалып алып, тағы да 2 столбик 1 накидпенен, 2 воздушный, жіпті шалып алып, тағы да осы аркаға 2 столбик 1 накидпенен. Енді 2 воздушный петля.
Енді келесі элементке біз жіпті 2 рет орап аламыз. Және келесі аркадағы ортасына крючогымызды салып, 1 столбик 2 накидпенен тоқимыз. Жіпті 2 рет орап аламыз. Тағы да осы аркаға 1 столбик с 2 накидами. Осылай 11 рет тоқимыз. 2-ін тоқыдық. Енді 9 столбик қалды. 2 рет орап аламыз. 3-ші столбик 2 накидпенен тағы да орап аламыз. 4-ші столбик 2 накидпенен тағы да орап аламыз. 5-ші столбик 2 накидпенен. 6-шы, 7-ші, 8-ші, 9-шы, 10-шы және де 11-ші столбик. 11 столбик 2 накидпенен тоқылды. Енді 2 воздушный жіпті шалып аламыз. Келесі элементке мынау секілді 3 рет 1 накидпенен столбик тоқып, ортасында 2 воздушный. 2 столбик жіпті 1 рет шалып аламыз да. 1 столбик 1 накидпенен, 2-ші столбик 1 накидпенен, 2 воздушный. Тағы да жіпті шалып аламыз. Осы аркаға тағы да 2 столбик 1 накидпен, қатарынан тағы 2 воздушный. Жіпті шалып аламыз. Тағы да 3-ші рет 2 столбик 1 накидпен. Осындай узор шығады. Енді 4 воздушный. Әрбір аркаға, бірінші аркаға 1 столбик без накида, 3 воздушный петля тереміз. Келесі аркаға 1 столбик без накида менен байланыстырамыз. Тағы да 3 воздушный. Келесі аркаға столбик без накида. Осы узорды енді соңына дейін қайталаймыз. Мінекей мен 20-ші қатарды тоқып бітірдім. Мына жерде 11 столбик 2 накидами, 11 столбик, одан кейін 2 воздушный петля. Енді 3-ші воздушный петля менен байланыстырамыз. Енді 21-ші рядты бастау үшін аркаға көшеміз. 21-ші ряд аркадан басталады. Алдыңғы қатардағылардай. Енді 3 воздушный петля. Жіпті шалып аламыз. Және осы аркаға тағы да 1 столбик с накидом, 2 воздушный. Жіпті іліп алып, тағы осы аркаға 2 столбик с 1 накидом. Тоқимыз. Енді жіпті іліп алып, келесі аркаға да дәл осындай узор тоқимыз. 2 столбик тоқимыз, 2 воздушный петля. Жіпті іліп алып, тағы да осы аркаға осылай 2 столбик с 1 накидом. Енді 4 воздушный. Мына жерде 2 кішкентай арочка қалды. Соның біріншісіне столбик без накидамен байланыстырамыз. 3 воздушный. Және соңғы арочкаға столбик без накидамен байланыстырамыз. 4 воздушный.
2, 3, 4. Жіпті іліп аламыз. Мына элементті қайталап тоқимыз. Бір столбик, жіпті іліп аламыз. 2 столбик накидым, 2 воздушный, жіпті іліп аламыз. Тағы да 2 столбик с одним накидым. Осы аркаға. Жіпті шалып аламыз. Келесі элементке тағы да осындай элемент тоқимыз. 2 столбик, 1 накидпенен, 2 воздушная петля, жіпті шалып алып, тағы да 2 столбик с одним накидом. Енді жіпті 2 рет шалып аламыз. Және мынау астыңғы 11 осындай таяқша тоқыдық қой. Соның әр қайсының үстіне бір столбиктан 2 накидпенен тоқимыз. Және арасына 1 воздушный петля саламыз. Тағы да 2 рет ораймыз. Келесі столбиктің үстінен тағы да осындай столбик тоқимыз. 1 воздушный, 2 рет іліп аламыз. Тағы да столбиктің үстінен столбик, 1 воздушный, тағы да 2 рет шалып аламыз. Әр бір столбиктің үстінен осылай бір столбик тоқу арқылы арасына 1 воздушный петля жіберіп тоқимыз. Воздушный, 2 рет шалып аламыз. Келесі столбиктің үстіне 2 рет шалып аламыз. Келесі столбиктің үстіне 1 воздушный, 2 рет шалып аламыз. Тағы да келесі столбиктің үстіне 1 воздушный, келесі столбикке 1 воздушный, және соңғы столбикке столбик с 2 накидами. Осылай шығады. Енді әрмен қарай узорымыз қайтадан қайталанып тоқылады. Жіпті шалып аламыз. Келесі мына элементті қайталаймыз. Біреу, екеу, 2 воздушный, жіпті шалып аламыз. Тағы да осы арочкаға 2 столбик с одним накидом. Жіпті шалып аламыз. Келесі элементке тағы да осындай элемент тоқылады. 2 столбик с одним накидом, 2 воздушный, жіпті шалып алып, тағы да осы арочкаға 2 столбик с одним накидом. Әрі қарай 4 воздушный, 2 арочка қалып тұр. Солының бірінші арочкасына осылай 1 столбик без накида тоқимыз. Және 3 воздушный петля. Келесі арочкаға крючогымызды салып, жіпті іліп аламыз да, столбик без накида. Және де 4 воздушная петля. И узор әрмен қарай қайталанады. Мына жерден бастап қайтадан қайталанады. Осылай 21 рядты соңына дейін тоқып шығамыз.